Халық жазушысы Шерхан Мұртаза көптеген көркем әңгіме хикаяттардың, роман пьесалардың авторы. Мылтықсыз майдан, Қара маржан, 5 кітаптан тұратын Қызыл жебе романдары, Сталинге хат, Бесеудің хаты, Жалғыз үйлік зілзала пьесалары көпшілікке кеңінен танымал. Сіздердің тыңдайтындарыңыз жазушының әдебиет сүйер оқырмандарына, қалың көпшілікке жақсы әсер қалдырған керемет бір романнан үзінді. Әуелі анаңды, тағы да анаңды, тағы да анаңды құрметте деген хадис шындығы осы романда шынайы көрініс тапқан. Өмір шындығы, кейіпкерлер бейнесі, кітаптың жазылу стилі мен тілі керемет. Оқырманын өзіне басталуынан ақ баурап алатын туынды. Сіз оқыдыңыз ба? Бұл жазушының қай шығармасы? Ендеше жауап сізден. Кітап үзіндісін таныстыра түсу менен болсын. Бір кезек әдеби шығармаларға назар аударайық. Жол ашар. Сен қайдан келдің? Дегенде бір данышпан, мен балалықтың елінен келдім деген екен. Ересектерде сол балалықтың елінен келмеген ешкім жоқ. Анадан ешкім сақал мұртымен тумайды. Мен де солардың бірімін. Анамның аты Айша еді. Аз ба көп пе 60-тан астым. Аз ба көп пе ірілі уақты кітап жаздым. Халық жазушысы атандым. Жазғанымның бәрі алтын дей алмаймын, бірақ солардың көбі және дәмділері тек балалық шақтың нәрінен, балауса балғын шақтың әсерінен туған. Өсе келе көпті көрдім. Дүниенің шар тарабын араладым. Бірақ соның бәрі менің балалық шағымдай байыта алмады. Парижде болдым. Париж түсіме кірмеді. Мысырда болдым. Мысыр түсіме кірмеді. Қытай, Моңғолстан, Үндістан, Пәкістан, Иран бардым. Мұхиттың арғы бетіндегі Техаста, Чикагода, Нью-Йоркте болдым. Олар да түсіме кірмеді. Баяғыда Мәскеуде 5 жыл оқыдым. Оны да түсімде көрмедім. Түсімде ылғи балалық шағымды көремін. Түсіме күн сайын Мыңбұлақ кіреді. Түсімде Ақсу Жабағылыны көремін. Түсімде ылғи туған үйімді көремін. Түсіме ылғи Айша кіреді. Мұртаза түсіме сирек кіреді. Өйткені ол кеткенде мен 5-ақ жаста едім. Елесі еміс-еміс қана. Егде тартқанда бүгін көргенін ертең естен шығады. Ал енді бала кезде көргенім, естігенім бүгінгідей әлі есімде. Ендеше текке күшене бермей соны неге жазбаймын? Ата бабамның, Айшаның аруағы жар бола көр деп қолыма қалам алдым. Боз ала таң. Анасының құрсағынан шыға салып алғаш көргенін есіне сақтап қалатындар бар дейді. Мен туғанда үйдің іші қып-қызыл еді деп айтыпты дейді біреулер. Білмеймін. Өз басым ондай алғыр данышпан емес екенім анық. Өйткені есім қай уақытта кірді, тұңғыш рет көрген білгенімнен есімде не қалды деп арың үлем, берің үлем ештеңе таппаймын. 3 жас, 4 жас бәрі бұлыңғыр, бұлдыр. Тек әйнек апам мені арқасына көтеріп келе жатқанда бір аяғымның калошы түсіп қалып, кемпір байғұс келе жатқан ізімен қайта қайтып, әлгі түсіп қалған калошты іздегені еміс-еміс есімде. Әйнек апамның арқасына жармасқаныма қарағанда әлі де өз бетіммен еркін жүгіріп кете алмайтын кезім болуы керек. Ал Мұртазаның Гришка дейтін орыспен сөйлескенін анық білемін. Біздің үйдің күншығыс жақ қабырғасы.
Мұртазаның үстінде өңірін қара ши барқытпен көмкерген жосалы сары тон, басында дәл сондай теріден тігілген телпек, оның жиегі қара қозының елтірісі, сақалы сарыдан қызғылттау, қасында Гришка. Мұртаза қойтастың үстінде отыр, Гришка түрегеліп тұр. Сірә көктемнің әлі дүмбілез кезі болар, өйткені күншуаққа сүйсініп, тамға арқамды сүйеп, мен де шоқиып отырмын. Гришка ұста, ағаш ұстасы. Біздің үйдің алдындағы Әміреқұлдың үйі қазір ұстахана. Күнбатыс жақ бөлмесі ағаш ұстаханасы, күншығыс жақ бөлмесі темір ұстаханасы. Бір жағында Гришка, бір жағында Нәметқұл. Қазіргі әңгіме сол Нәметқұл туралы екенін шамалаймын. Мен әдейі тыңдамасам керек, бірақ жанында екі үлкен кісі сөйлесіп отырса, құлағыңды қалай тығындап қоясың? Гришка қазақшаға судай. Гришка айтады: Нәметқұлдың зылиқасы өлгелі 1 жылдан асып барады. Нәзипа дейтін қызы да шетінеп кетті. Баласы Байбосын екеуі ғана. Енді бірдеңе істемесек болмайды, Мұреке. Оның рас, дейді Мұртаза. Мен де көптен ойлап жүрмін. Мына қырғыз жақта менің Нұралы дейтін жездем бар, сол айтады. Біздің ауылда бай өлген, басы бос бір әйел бар, Нәметқұлға қол келеді дейді. Онда тездетіп сөз салыңыз, обал болды, дейді Гришка. Ал енді осы Гришканың бір ұл, бір қызы бар. Ұлы менен үлкендеу, аты Гришка. Орыстар қызық. Әкесі Гришка, баласы да Гришка. Немене, ат жетпей ме? Айша осыны айтып ет. Мұртаза: әкесі атым өшіп қалмасын деп баласына өз атын береді, деді. Атым өшіп қалмасын дейді, Әліме қарамай мен Мұртазашы? Ондай уайым жоқ па? Менің атым онда неге барысқан? Неге мені де Мұртаза деп атамаған деймін. Кейін Мұртаза дүниеден өткеннен көп кейін мен бұл сұрақты Айшаға айтып едім. Ол: сен барда, Батырхан барда, Мұртазаның аты өшпейді, деді. Неге екенін білмеймін. Құрмашты атамады. Гришканың қызының аты Наташа, менімен жасты. Ағаш ұстаханаға барғанымда үлкен Гришка ұзын тақтайды сүргілеп, үскілеп жатады. Содан шиыршықты алып жіп-жіңішке жаңа жаңқа ұшып түседі. Осы Наташа сап-сары шашына байлап, әшекейленіп алады. Менің басыма да орап қояды да сықылықтап күледі. Сонан соң кіші Гришка, Наташа, мен үшеуміз Бердімбет сайының қабағына барып шытыр гүл тереміз. Жабайы үпіл мәліктің қырмызы гүлін, Меңдуананың қауашағын жұлып аламыз. Меңдуананың күлгін гүліне көк көбелек қонып отырады. Соны ұстамақшы боламыз. Көбелек ұшып кетеді. Айда кеп қуамыз. Ұстатпай қисалаңдап ұшады. Біз де қисалаңдап жүгіріп жүріп, кейде құлап қаламыз. Сайдың табанында күмістей жарқырап ағып жатқан бұлаққа барамыз. Бірақ көбелек жеткізбейді. Сөйтсек, оларда қанат бар, бізде қанат жоқ екен. Адамға Құдай бәрін бергенде қанат бермегені қалай? Оны несіне аяды екен? Біз түсінбейтін жұмбақ көп. Қазір таңғаламын. Сонда біз сол 4-5 жасар орыс пен қазақтың балалары қай тілде сөйлестік екен? Түк те есімде жоқ. Менің орысша білмейтінім анық. Ана орыстың балалары да қазақша біле қоймаса керек. Сонда қалай түсіністік? Ғажап. Бірақ ертеден кешке дейін бірге ойнайтынымыз тағы да есімде. Сірә 4-5 жастағы балалар бірін-бірі тілсіз-ақ түсінетін ерекше бір қасиет бар болса керек. Өсе келе үлкендер сол қасиеттен айырылып қалып, менің тілім сенің тілің деп даулескер дертке ұшырайды екен ғой. Гришкалар бір түнде ұштығилы жоқ болды. Әкемнен сұрап едім, көрші ауылға көшіп кетті, деді. Сөйтіп, үрпек сарыбас достарымнан айырылып,
кәдімгі мұрынбоқ қара домалақтардың арасына барып қосылдым. Жападан жалғыз жүре алмайсың ғой. Енді шамаласам сол 1937 жылдың 1 майы болуы керек. Мұртаза мені көрші ауылға ертіп барды. Мейрам екен. Ондай мейрамды бірінші рет көруім. Халық қара-құрым, бәрі қызылды жасылды киінген сияқты. Бір әсем дүние, ән күй. Балуандардың күресінде сонда көрдім. Ат бәйгесі болды-ау деймін. Адамдар ақ түйенің қарны жарылғандай мәз-мәйрам. Содан кенет әлгі шыжандай көптің ішінен кіші Гришканы көзім шалып қалды. Оны байқамаста едім. Не көп, бала көп, бірақ шашынан таныдым. Көп қара торғайлардың арасында бір ақбас торғай кіріп кеткенде ғой. Қолымнан ұстап тұрған Мұртаза әлденеге назар ауып, менің қалай сытылып шығып кеткенімді байқамай қалды-ау деймін. Құлдыраңдап отырып, ақбас балаға барайын. Ол да таныды, қуанып кетті. Қолымнан қысып ұстап алып шықты. Сөйтсем, сары шашты адамдар көп екен. Тілдерін түк түсінбеймін. Әсіресе әйелдері қызылала киініп, асыр салып билеп жүр. Біреу дарылдата созып, қобдиша сияқты бірдеңені тартып отыр. Бір орыс әйел, «О, Баранчук, хорош, хорош» деп, маған дөп-дөңгелек тәтті нан берді. Тәттілері көп екен. Айша тігіп берген памази көк көйлектің төс қалтасына әлгі әйел кәмпитті толтыра салды. Тағы салатын еді, басқа қалтам жоқ екен. Шалбарымды сипасам, бітеу, қалтасы жоқ. Содан кіші Гришка екеуміз қол ұстасып, бармаған, араламаған жеріміз жоқ. Бір орыс тұмылдырықтаған қоңыр аю жетектеп, оны ойнатып жүр екен. Аю біресе адам сияқты қос аяқтап түрегеледі, біресе көктің үстіне домалап, басымен жер тіреп, тоңқайып тұрып аунап түседі. Мұндай қызықты көрмеген басым, әлгінің қасынан шыға алсамшы, бірақ жақындауға қорқамын. Кіші Гришка қорықпайды екен. Жанына барып кәмпит беріп еді, аю қағып алды. Басын иіп тізесін бүкті. Рахмет дегені болса керек. Ал кеп күлейік. Дүниеде күлкі жақсы. Кім күлсе ол күлсін. Қазақ па, орыс па, бірден түсінесің. Мына көп орыстың бір-біріне не айтып, не қойып жатқанынан дәнеңе де ұққан жоқпын. Күлгендерін бірден түсіндім. Күлкіге тілмәш керек емес екенін баланың шала миымен-ақ біліп қойдым. Сөйтіп, дүниені ұмытып, аюдың қызығына беріліп тұрғанда жұрт тарай бастапты. Әкем тұрған жерге жүгіріп барсам жоқ. Ал кеп бақырайын. Әлдегімдер, әй, мынау кімнің баласы, адасып қалған ғой, десті. Кімнің баласысың? Біреулер еңкейіп бетіме үңілді. Мұртазаның. Әкең жаңа сені іздеп жүрген, деді біреу. Енді біреу жан жаққа қарап, әне, әкең ана бір топ кісінің ішінде болар, деп күншығысқа біздің ауылға кетіп бара жатқандарды көрсетті. Бақырып Тәңіртауды басыма көтеріп, әлемді жаңғырықтырып жүгіріп келемін. Жолда бір солқылдақ жас шыбық жатыр екен. Соны іліп ала салып безілдеп келемін. Ақыры қуып жеттім. Кілең үлкен кісілер екен. Мелдехан, Пешен, Байжұман, Әліпбай, Мұса, Шақалақ және менің әкем Мұртаза. Келе сала ал кеп әкемнің арқасына кішкентай жұдырығыммен түйгіштейін. Шыбын шаққан құрлы көрмейді. Жанындағылар бірдеңені айтып келе жатыр. Олар бетер ыза болып, мәсісінің қонышын шыбықпен ұрып келемін, бақырып келемін. Бір уақытта Мелдехан ғой деймін, маған бұрылып, тәйт деді. Мелдехан менің әкемнен үлкен. Көлкілдеген көгала сақалы бар, басында ақ қалпақ, ауы күйектей ақтамбал киіп, аяғына қоңылтақ кебіс іле салған. Тәйт деді. Сені Мұртаза мойнына алабұршақ салып, Қорасанға қой айтып, әулиеге мал айтып, Құдайдан тілеп алса да,
әңгіменің шырқын бұздың ғой. Кіп-кішкентай балаға дап-дардай кісінің соншалықты сөгіс айтқаны несі дегендей басқалар тосылып қалды. Мен мына ашулы адамнан құтқар дегендей әкеме қарадым. Жаңа мені тастап кеткені аздай, енді де араша түспес екен дегендеймін. Мұртаза мырс етіп, Мелдеке, бұл барысқанды Құдайдан жылап жүріп тілеп алғаным рас деді. Сөйтті де қолымнан енді ажырамастай қысып, ұстап жетектеп алды. Екеуміз деп-демде достасып кеттік. Мұртаза көп сөйлемейтін кісі. Қайтып мен туралы әңгіме болған жоқ. Үлкендер өздерінше өзге тақырыпқа көшті. Арт жақтан өлеңдеткен дауыс естілді. Бұрылып қараған Тәшкен оның інісі Кәрібай, Оспаналы, Төреғұл сияқты сол кездегі жастар жақ екен. Мына қулар орыстың арағына тойып алыптау, деді Пешен. Бір кезде олардың арасында шу шығып төбелес басталды. Тәшкен өз бауыры Кәрібайды көкпарша сүйрейді. Оспанәлі мен Төреқұл жағаласқандай болды. Пешен айқайлап, қойыңдар ей, деді. Мелдехан, қайтесің, мас жындылар сөз түсінуші ме еді, деді. Сөйтіп, өз ауылымызға да жеттік. Менің өз әкеммен бірге тойға барғаным осылай аяқталды. Ол мені бұрын да талай жерге жетектеп, көтеріп барған шығар, бірақ оларынан елес жоқ. Сол жылы қыста әлгі тойдан бірге қайтқан жетеудің 6-ауы ұсталды. Біреуі олардың үстінен арыз жазған болып шықты. Жетеуден біреу, 6-ауын бірдей итжеккенге айдатып жіберді. Айтпақшы, 6-аудың ішінен Байжұман Қырғыздың тауына қашып құтылды. Кейін сол 1937 жылғы 1 майдың тойы есіме қайта-қайта орала берді. Әкеммен бірге ілесіп барғам ғой. Бір түсінбейтінім, Мұртаза мені Құдайдан тілеп алады. Сөйте тұра мені неге орыстардың ортасына тастап кетті? Іздеген көрінеді, бірақ таппай менсіз неге ауылға қайтып бара жатты? Әлде менің көп ұзамай әкесіз қалатынымды сезді ме екен? Әкесіз қалғанда бос болмасын, болбырық болмасын, өз бетінше жөн тауып көрсін. Ащының дәмін осы бастан татып, мына мейірімі аз, қаталдығы мол дүниеге осы бастан көндіге берсін, деді ме екен. Егер осылай ойласа, ол ойын мен 100 есе орындадым. Мұртазаның қонышын шыбықпен сабалап, шыңғырып жылаған шолжаң еркелігін, көктемде гүлден гүлге қонып, тайраңдап сайраңдаған көбелектерін лезде көз жұмғанындай ерте солды. Еңбек пен азап ештеңе емес. Жазықсыз жаладан көп жарақаттандым. Арпалыстан жағам талай жыртылды. Мұртаза мені шынымен шынықтырғысы келсе, ол үміті ақталды. Шыңыраудан шыққандай халдемін. Тірмізік екенмін. Қасқырдың тарамысынан жаралғандай тырмысып әлі тірі жүріп келемін.